Мұнайлы ауданының ауыз су тұтыну бойынша берешегі көп. Олар Каспий су тұщыту зауытына 264 миллион 592 мың теңге қарызы бар. Шаш етектен асатын берешегі бар ауданға облыс әкімі тиісті шара қолдануды қатаң тапсырды. Себебі қарыз зауыттың ары қарай жұмыс жасауына кедергі келтіреді. Аудан басшысы мәселенің мән жайын түсіндіріп берді. Толығырақ келесі бейнесюжетте. Мұнайлы ауданының барлық ауылы орталықтандырылған су жүйесіне қосылған. Қазіргі таңда Каспий су тұщыту зауыты ауданға 13 мың текше метр су беріп отыр. Осы тұтынып отырған тіршілік нәрі бойынша аудан бұл мекемеге 264 миллион 592 мың теңге берешегі бар. 2 жылдан астам уақыттан бері жиналған бұл қарыз зауыттың жұмысына да әсерін тигізуде дейді су тұщыту зауытының басшысы. Сонда қарыздардың жиынтығы бұл неге әкеліп соқтырады? Қазір біздің запас бөлшектер ала алмаймыз сатып. Химреагенттер ала алмаймыз. Соның бәрін химреагенттерді қазір қарызға алып келдік, қазір енді қарызға ешкім бермейді. Сондықтан біздер кеше көптеген запас бөлшектерді кеше әкімдікке облыс әкімдікке шығып, алдыңғы жылы біздер 65 миллион теңге алдық. Соның барлығын енді қазір біз облыстық бюджеттің ақшасымен күн көріп отырмыз, былай айтқанда. Зауыт басшысы қарызды өндіруге бірнеше шара атқарған. Ауданға қарасты тиісті жауапты мекемелердің шоттарын бұғаттап та көрген. Алайда тұрғындар игілігі үшін өз еріктерімен төлейді деп шоттарын қайта ашып берген. Ал аудан әкімі қарыздың көп бөлігі кәсіпкерлер мен ауданға қарасты түзету мекемесіне тиісті дейді. Олардан бөлек қарызы бар тұрғындарға да тиісті шаралары қолданылып жатқанын айтады. Солардың қарыздары бар, соларды қазір барлығын сотқа беріп жатырмыз. Сотқа беріп, сот арқылы өндіру жөнінде. Осыған дейін міне төлейміз, ертең төлейміз деп мекемеге келген. Соған қарамастан осы бір айдан бері сотқа беріп жатырмыз барлығын. Алдағы осы 10-15 күннің ішінде біз толыққанды өндіреміз деген жоспардамыз. Ескерту барлығы беріліп жатыр. Мамандарымыздың Маңғыстау жылу мекемесі арқылы біз сотқа берердің алдында да қазір тәртіп бойынша нотариус арқылы оларға ескерту қағазын жолдап, егер де ол келіспеген жағдайда, орындамаған жағдайда біз сот тәртібімен яғни өндіру шаралары. Біз ол іске уже бастап кеттік ол жұмысты. Жалпы Мұнайлы ауданында тұрғындарды ауыз сумен қамту үшін бірқатар шаралар атқарылуда. Аудан әкімі тұрғындарға ауыз су ақысын уақытылы өз еріктерімен өтеуді және су тапшылығы мәселесін болдырмау үшін суды үнеммен қолдануға, ысырапқа жол бермеуді сұрайды. Аяулым Серікқызы, Абай Жанспаев, Ақтау Ньюс.